Қайырлы күн құрметті оқушылар. Бүгінгі бейнебаянда біз сіздерменен негіздер, олардың құрамы, аталуы, жіктелуі, сонымен қатар негіздердің физикалық қасиеті, алынуы, химиялық қасиеті, қолданылуы және соған қатысты тапсырмаларды орындайтын боламыз. Жалпы негіздер дегеніміз ол құрамында металл атомдарымен байланысқан бір немесе бірнеше гидроксида топ бар күрделі қосылыстарды атаймыз. Жалпы негіздердің адам өміріндегі қолданысы өте көп. Мысалы, соның біреуі жаңағы өзіміз күнделікті тұрмыста қолданып жүрген крот. Яғни өздеріңіз білетін шығарсыздар кроттың жаңағы тұрмыстағы қолданысын. Енді негіздердің мысал ретінде кесте берілген, мысалы үшін натрий, калий, жаңағы кальций гидроксиді сияқты. Сонда алатын болсақ, негіздердің атауы бар. Мысалы, натрий гидроксиді бізде аталуы дұрыс, бірақ халықаралық бойынша натрий моногидроксиді, ал тривиалды атауы бойынша бізде күйдіргіш натр дейміз. Себебі ол қолға жаққан кезде күйдіретін қасиеті бар. Сонымен қатар кальций гидроксидінің атауы не көріп отырсыздар? Кальций дигидроксиді немесе сөндірілген әк деген атауы бар. Сонымен қатар алюминий, темір, темірдің 2, темірдің 3 гидроксидтері бар. Сондықтан дигидроксиді және 3 гидроксиді деп атайды екен. Келесі, сонымен қатар калий OH бізде калий гидроксиді немесе күйдіргіш калий деп атаймыз. Магний OH біз магний гидроксиді немесе магнезия сүті деп айтамыз. Жалпы алатын болсақ, бұлар негіздер екіге бөлінеді: суда еритін және суда ерімейтін. Суда еритін негіздердің атауы бізде сілті деп аталады. Суда ерімейтіндердің атауы негіз болып қала береді. Мысалы үшін мына жерде литий OH, калий OH, натрий OH, барий OH бізде барлығы сілті. Ал суда ерімейтін біздегі купрум OH, феррум OH, магний OH, сонымен қатар цинк, бериллий, алюминий OH-тардың барлығы бізде негіз екен. Енді бұлардың біз сілті негіз екендігін қалай ажыратамыз? Ол үшін бізге көмекке келеді ергіштік кестесі. Не көріп отырсыздар? Мысалы үшін калийдің OH пен қиылысқан жерінде қараймыз. Көріп отырсыздар, бұл жерде Е деген жазу тұр. Е деген, яғни ол бізде ерейді деген мағынаны білдіреді. Ал мысалы бізде алатын болсақ, мысалы купрум OH пен қиылысқан жерінде Ем деген сөз тұр, яғни ол бізде ерімейді деген мағынаны білдіреді. Сонда егер еритін болса суда, ол бізде сілті, ал егер ерімейтін болса, ол бізде негіз болып табылады. Келесі, негіздердің физикалық қасиетіне тоқталатын болсақ, барлық негіздер бізде қатты заттар екен. Енді оларды қолға ұстап сезетін болсақ, мысалы кәдімгі содан алып, кәдімгі сода, мысалы үшін, соны қолға алып жағатын болсаңыз, содан кейін қолыңыз жуатын болсаңыз, қолыңыз сабын сияқты андай тайғанақ болып тұрады. Сонда негіздердің барлығы қолға ұстаған кезде сабынданып тұрады деп айтады. Келесі, негіздердің қауіптілігі де бар. Мысалы үшін, сол үшін жаңағы натрий OH, калий OH-тың атаулары бізде күйдіргіш сілті деп аталады. Себебі олар матаны, қағазды және адамның терісін күйдіреді. Мысалы, сіздің теріңізге егер сода көп мөлшерде тап болатын болса, не болмаса жаңағы кротты алып киіміңізге су қосып тамызатын болсаңыз, одан кейін ол 1-2 сағат тұратын болса, киіміңізде аздаған тесіктер пайда болады. Келесі, сондықтан да жұмыс істеген кезде олармен абай болу керек. Енді шыныға әсері дейді. Шыныға әсері көптеген сілтілер шыныны бүлдіреді, сондықтан оларды арнайы карден табақшада сақтайды екен. Индикаторға әсері. Негізі индикаторға негіздердің әсері мүлдем жоқ, тек қана сілтілердің әсері ғана бар. Яғни индикаторға әсер ететін тек қана сілтілер, негіздердің әсері болмайды. Келесі, төмендегі суретте өздеріңіз көріп отырғандай берілген, мысалы үшін калий OH бізде ақ түсті, натрий OH ақ түсті, кальций OH бізде ақ түсті. Бірақ та купрум OH-тың түсі бізде қандай екен? Көк түсті. Сонымен қатар феррум OH3-тің түсі бізде қоңыр түсті екен. Бұл сілтілердің, бұл негіздердің түсін сіздерге жаттау керек, себебі ОБТ-да көк түсті зат или көк түсті ерітінді деп купрум OH туралы ақпараттар біраз кездеседі. Көк түсті тұнба деп айтады. Келесі, калий OH сонымен ақ түсті кристалды зат, натрий OH барлығы кристалды зат, купрум OH бізде көгілдір түсті тұнба, феррум OH2 әсіресе ауада тез тотығып қоңыр түске айналатын,
яғни қоңыр түс бізде феррумуаш3. Сонда феррумуаш2 ауада тұра берсе, феррумуаш3-ке айналып қоңыр түске ауысады. Сондай бір жаңағы не гидроксид. Сонда феррумуаш2-дің түсі бізде жасыл, ал феррумуаш3-тің түсі бізде қоңыр түс екен. Феррумуаш бізде қоңыр түс тұнба, хромуаш бізде жасыл түс тұнба екен. Мына тұнбалардың түсін жалпы жатқа білгендеріңіз абзал. Келесі индикатор әсері. Енді мына жерде индикатордың кестесі берілген. Мысалы, лакмус жаңағы сілтілермен көк түске боялады. Фенолфталин сілтілік ортада бізде таңқұрай түске боялады. метиоранж бізде сары түске боялады. Тағы бір есте сақтайтын ақпарат, негіздер, яғни тұнбалар бізде лакмустың түсін өзгертпейді. Яғни индикаторға әсері жоқ деген сөз. Себебі олар суда еріп, OH ионын түзбейді. Сондықтан да индикатордың әсері негіздерге мүлдем жоқ. Келесі алынуына тоқталатын болсақ, біз сілтілерді алу үшін олардың кейбір белсенді металдарды сумен реакцияға түсіреміз. Мысал үшін алатын болсақ, калий қосылған су тең калий OH қосылған сутегі пайда болады. Дәл сол сияқты кальций қосылған су тең кальций OH кеселенген қосылған сутегі бөлінеді. Келесі тағы бір алыну жолы. Мына жерде көріп отырсыздар ме? Мынау бізде негіздік оксид қосылған су тең негіз. Кальций О қосылған су тең кальций OH кеселенген. Мынау бізде сөндірілмеген әк, мынау бізде сөндірілген әк. Яғни бұл жерде негіздердің, сілтілердің алыну жолымен танысып жатырмыз. Енді бұлардың екеуі де бізде қандай екен? Зертханада алыну жолы. Ал өнеркәсіпте, яғни көп мөлшерде алу үшін біз электролиз әдісін қолданады екенбіз. Ол үшін натрий хлорды кәдімгі ас тұзын электролиздеу арқылы натрий OH-ты алуға болады екен. Реакция теңдеуін жазып көрсетейін, бірақ бұл электролиз тақырыбына тікелей қатысты. Натрий хлор қосылған су электролиз әсерінен бізде натрий OH бөлінеді. Катодта бізде бөлінеді сутегі, анодта бізде бөлінеді хлор. Ары қарай, енді бұл реакцияны сіздерге қатты біліп қажет жоқ. Жалпы кітапта бар ақпарат солай. Өнеркәсіпте алыну жолы тек электролиз арқылы. Келесі, бұл осыған дейінгілер жаңағы бізде сілтілі болса, енді негіздердің алыну жолын тоқталатын болсақ, негіздерді алыну жолы көбінесе біз тікелей жолмен алынбайды. Оларды жанама немесе алмасу реакциясы ғана арқылы ғана алады екенбіз. Мысал үшін алатын болсақ, темір феррумуаш2-ні алу үшін біз не істейміз? Темір сульфатына қосамыз натрий OH-ты. Сол кезде бізде феррумуаш2 жасыл түсті тұнба бөлінеді, және бізде сөйтіп бөліп аламыз. Мысал үшін бізде феррумуаш2 жасыл түсті міне, ал феррумуаш3 темірдің кез келген суда еритін тұзын аламыз да оған натрий OH қосатын болсақ, бізде феррумуаш3 яғни қоңыр түсті тұнба алынады екен. Енді бұны неге тікелей алмаймыз деген сұраққа жауап беретін болсам, мысалмен, мысалы үшін мындай реакция еткен жоқ. Феррумо қосылған H2O, яғни бізде феррумуаш2 деген реакция. Бұны қарасаңыз теңесіп тұр, бірақ ол реакция мүлдем жоқ, себебі темір оксиді бізде суда ерімейтін оксид деген. Ал бірақ, мысалы үшін кальций О қосылған су болатын болса, ол кезде біз кальций OH ала береміз. Себебі кальций оксиді суда ериді, сондықтан бізден аламыз. Ал бірақ темір оксидінің тікелей алынбауы әсерінен біз оны сумен ертіп феррумуаш2 ала алмаймыз. Оны алу үшін, мысалы үшін былай міне, феррумо қосылған H хлор, сол кезде бізде феррум хлор 2 менен су шығады. Ары қарай сол феррум хлор 2-ке біз не қосамыз? Кез келген натрий OH қосатын болсақ, бізде алынады феррумуаш2 еселенген қосылған натрий хлор алынады. Феррумуаш2 бізде қоңыр түсті тұнба өстіп біз екі реакцияның көмегімен аламыз. Тікелей алу жолы жоқ. Келесі металдардың сумен реакциясы. Жалпы алатын болсақ, мына жерде бізде белсенділік қатары берілген. Енді бұл сіздер мектепте білесіздер, Бекетов қатары деп айтады. Бекетов қатары немесе металдардың белсенділік қатары немесе кернеу қатары деп те атайды. Енді осы жерде алатын болсақ, металдардың ішінде бізде литийдан бастап алюминийға дейін барлығы бізде белсенді металл болып табылады екен.
Ал марганецтен бастап, белсенді металдар жазып қойыңыздар. Марганецтен бастап қорғасынға дейін, қорғасын кіреді, қорғасын, яғни сутекке дейін. Бұлар бізде орташа белсенді металдар. Орташа белсенді металдар. Ал мына тұрған мыс, сынап, күміс, алтындар бізде белсенділігі төмен екен. Белсенділігі төмен металдар қатарына жатады. Енді бұны не үшін айтып отырмыз? Себебі бұлардың сол белсенділігіне байланысты әртүрлі реакцияға түседі сумен. Мысалы үшін литий, натрий, калий, жаңағы кальций, натрий, алюминий сияқты металдар реакцияға түскен кезде суменен бізде не бөлінеді? Сілті плюс сутегі бөлінеді. Мысалы үшін кальций қосылған су тең кальций OH кесілінген қосылған сутегі шығады екен. Ал бірақ та мына жерде магний бізде кішкене исключение бар. Магнийге ыстық суға салсаңыз сізде бөлінеді гидроксид қосылған сутегі. Ал магнийді су буымен реакцияға түсіретін болсаңыз, су буы деген жаңағы су қайнайды, одан кейін оның буы шығады. Сол буымен реакцияға түскен кезде бізде оксид қосылған сутегі бөлінеді. Бұл да өте маңызды. Мысалы үшін магний қосылған ыстық су тең болады магний OH қосылған сутегі. Ал магний қосылған су буы тең болады магний О қосылған сутегі екен. Ал енді орташа белсенді металдар, яғни бізде марганец, цинк, темір, хром деген сияқты металдарды реакцияға түсіретін болсақ суменен, бірінші оларды реакцияға түсіру үшін біз жоғары температура қажет, яғни қыздыруымыз керек. Одан кейін бізде өнімдер не екен? Оксид қосылған сутек екен. Яғни мысалы үшін бізде хром қосылған су тең болады хром оксиді швалентті қосылған сутегі бөлінеді. Ал мысалы үшін хром қосылған су тең хром OH деп жазуға болмайды, себебі бұл бізде оксидтілігі орташа металл, сондықтан да оксид бөлінеді. Ал белсенділігі төмен металдар бізде мыс, сынап, алтын, күміс деген сияқты металдар реакцияға сумен мүлдем түспейді, реакция бізде жоқ екен. Мысал сонда алатын болсақ, мысалы барий қосылған су тең болады бізде барий OH 2 қосылған сутегі шығады, себебі бізде барийдің белсенділігі қандай екен? Өте жоғары екен. Ал келесі мысал бізде цинкті алатын болсақ, мысалы міне қарап отырсыздар, цинк қосылған су тең болады цинк О қосылған сутегі. Температураға қойын, температура. Цинктің оксидтілігі бізде орташа. Сондықтан да бізде оксид бөлінеді. Осы жерін түсіну өте маңызды болып табылады. Келесі химиялық қасиетіне тоқталатын болсақ, негіздердің қышқылдармен реакциясы бізде бейтараптану реакциясы деп аталады. Яғни бейтараптану деген бізде қышқыл мен негіз өте бір-біріне қарама-қарсы ұғым. Нәтижесінде негіз қосылған қышқыл тең тұз плюс су бөлінеді екен. Мысалы бізде натрий OH қосылған H-хлор тең болады натрий хлор қосылған су. Сонда күшті негіз бен күшті қышқыл арасындағы реакцияны біз не деп атаймыз? Бейтараптану реакциясы дейміз. Яғни бір-біріне қарама-қарсы инь мен ян сияқты. Келесі купрум OH2 мысалы үшін ол да ерімейтін негіз, мына жерде сілті болып тұр. Енді купрум OH2-ге тоже сіз қышқыл қосатын болсаңыз, бізде купрум OH2 бізде көк түсті тұнба деп айттық жаңа. Сол еріп бізде мұз сульфаты менен су бөлінеді екен. Сонымен қатар мынандай ақпарат берілген, сен білесің бе дейді, егер де адам байқаусызда сілті ішіп қоятын болса, оны бейтараптау үшін оған 1-2% лимон немесе сірке қышқылының ерітіндісін ішкізу керек. Сонымен қатар сілтілік қасиеті бар зат көзге тиген жағдайда оны судың көп мөлшермен, содан кейін барып 2% бор қышқылының ерітіндісімен жуу қажет. Енді бұл жерде сумен көп жуатын себебі көзге түскен сілтінің мөлшерінің азайып концентрациясының түсуімен байланысты, ары қарай бізде бейтараптану реакциясы жүреді. Келесі тағы бір қасиеті сілтілердің қышқылдық оксидтермен реакциясын көрсетеміз. Қараңыздар, бұл қасиет тек қана сілтілерге тән дейді. Сілті қосылған қышқылдық оксид тең тұз плюс су. Мысалы алатын болсақ, өте кең танымал реакциялардың біреуі бізде әкті судың лайлануы. Яғни, әк суы кальций OH2, осыған біз көмір қышқыл газын қосатын болсақ, бізде не бөлінеді екен? Кальций карбонаты тұнбаға түсіп бөлінеді, және бізде
су шығады екен. Кальций гидроксиді қосылған көміртектің 4 валентті оксиді тең кальций карбонаты тұнба немесе қосылған су бөлінеді екен. Дәл сол сияқты мысал калий OH қосылған SO3, яғни бізде сілті қосылған күкірттің 6 валентті оксиді, сол кезде бізде калий сульфаты қосылған су шығады екен. Тағы бір мысал көрсетіп жіберейін. Мысалы бізде болсын барий OH2 қосылған SO2. Бізде SO2 болса, есімізде бар шығар, алдыңғы сабақтарда бізде сульфид бөлінеді. Сол кезде барий SO3 тұнбаға түседі, қосылған H2O деген өнім шығады екен. Дәл сол сияқты мысал үшін литий OH қосылған P2O5 бізде бөлінеді литий 3PO4, себебі бізде P2O5 ол бізде фосфат түседі, қосылған су шығады. Теңестіру үшін алдына 2 қоямыз, сол кезде фосфорымыз 2 болды, одан кейін литийіміздің алдына 6 қоямыз, сутегіміз 6 болды, судың алдына 3 қоямыз. Осындай реакцияларды келтіруге болады. Келесі, тағы бір химиялық қасиетінің біреуі бізде сілтілердің суда еритін тұздармен әрекеттесуі, яғни феррум хлор 3 қосылған натрий OH тең болады бізде қоңыр түсті тұнба, феррум OH және бізде натрий хлор бөлінеді екен. Ауысып тұрған реакция ғой, алмасу реакциясы. Енді қараңыздар, мынандай да балалар ұғым бар. Егер реакция нәтижесінде тұнба, газ немесе су бөлінбейтін болса, бұл реакция мүлдем жүрмейді екен. Яғни мысалы үшін бізде алатын болсақ, натрий хлор қосылған калий OH, өнім қандай болуы мүмкін? Әрине бізде натрий OH қосылған калий хлор. Бұл екі түзілген өнімде бізде тұнба, газ, су емес. Сондықтан да бұндай реакция балалар бізде мүлдем жүрмейді екен. Осыған тоже назар аударуымыз қажет. Мысалы үшін мына реакция бізде жүреді, себебі бізде нәтижесінде тұнба шығып тұр. Мына жерде ешқандай тұнба бөлінбегендіктен реакция жүрмейді. Екеуі де суда ериді. Сондай қасиеті бар. Келесі тағы бір қасиеті, сілтілерге қарағанда негіздер ыдырайды. Мысалы үшін, мына жерде көріп отырсыздар, суда ерімейтін негіздерге тән ерекше реакцияның біреуі осы. Олар қыздырған кезде металл оксидімен жаңағы суға ыдырайды дейді. Мысалы ерімейтін негіз тең болады металл оксиді қосылған су. Мысалы купр OH2 қыздырған кезде бізде көк түстен, мына жерде көріп отырсыздар, купр Mo, яғни қара түсті оксидке айналады және су бөлінеді екен. Минус Q деген бізде нені білдіреді? Ол бізде энергияны сіңіре жүретін, яғни эндотермиялық реакция екенін білдіреді. Тағы мысал көрсетейін. Мысалы үшін бізде алюминий OH болатын болса, оны қыздырған кезде бізде алюминий 2O3 пенен әрине су шығады екен. Теңестіретін болсақ, мына жерде алдына 2 қоям, себебі 2 алюминий бар. Сутегім 6 болып кетті, алдына 3 қоямын. Тағы мысал көрсетейін. Мысалы феррум OH екіншіленген бізде шығады феррумо қосылған H2O. Өстіп ыдырайды екен. Ал енді қараңыздар, мысалы натрий OH қыздыру арқылы біз натрий 2O қосылған су деп айтпаймыз. Бұл қате. Себебі бұл бізде сілті. Ал сілтілер қыздырған кезде ыдырамайды. Тек қана негіздер ыдырайды. Ал сілті мен негіздің қайсысы қандай екенін ажырату үшін қараймыз неге? Ергіштік кестесіне. Сол. Так, келесі ұғым екідайлы негіздердің, гидроксидтердің қасиеті. Көріп отырсыздар, екідайлы гидроксидтер екі түрлі қасиет көрсетеді. Сол үшін олардың атауы бізде екідайлы. Мысалы үшін олар қышқылдармен реакцияға түскен кезде бізде негізді қасиет, ал сілтілермен реакцияға түскен кезде бізде қышқылдық қасиет танытады екен. Мысалы үшін көріп отырсыздар, алюминий гидроксиді қосылған тұз қышқылы тең алюминий хлориді қосылған су. Яғни бұл жерде алюминий гидроксиді бізде негізді қасиет көрсетіп тұр, себебі реакцияға түсіп жатыр. Кімменен? Қышқылмен түсіп жатыр. Дәл сол сияқты мырыш гидроксиді қосылған күкірт қышқылы тең болады мырыш сульфаты қосылған су. Мына жерде бізде мырыш гидроксиді негіздік қасиет көрсетіп тұр. Келесі реакцияларды қарайтын болсақ,
сілтілермен реакцияға қатысу кезінде олардың қасиеті қышқылдық болады екен. Кей кезде бізде жаңағы суда даже еритін кешенді тұздарда түзіледі екен, немесе олардың атауы гидроксо кешендер. Мысалы, міне алюминий OH3 қосылған натрий OH нәтижесінде бізде натрий алюминий OH 4 еселенген бөлінеді. Оның атауы бізде натрийдің 4 болғандықтан тетра гидроксо, яғни OH дегенімізде гидроксо деп айтылады, тетра гидроксо алюминаты деп айтылады. Дәл сол сияқты бериллий OH2-ге сіз натрий OH қосатын болсаңыз, бізде бөлінеді натрий 2 бериллий OH 4, немесе оның атауы бізде натрийдің тетра гидроксо бериллаты деп айтылады. Дәл сол сияқты тағы бір мысал, бізде цинк OH2 еселенген қосылған натрий OH тең болады бізде натрий 2 цинк OH 4, яғни натрийдің тетра гидроксо цинкаты деп айтылады. Келесі, бұл енді сілтілермен реакцияға қатысуын айттық, бірақ та енді қараңыздар, құрғақ сілтілермен балқытқан кезде бізде нәтижесінде орта тұздар бөлінеді. Оның аттары алюминат, цинкат, бериллат және су. Мысалы, көріп отырсыздар, алюминий OH3 қосылған натрий OH қатты болатын болса, бізде алдында натрий алюминий O2 менен су шығады. Бұның аты бізде натрий алюминаты. Дәл сол сияқты бериллиймен болған кезде натрий OH қосылған бериллий OH2 тең болады натрий бериллаты бөлінеді. Цинкпен бізде натрий цинкаты бөлінеді. Яғни бұл жерде натрий OH бізде қатты формада. Ал жоғарыда бізде ерітінді күйіндегі натрий OH. Айырмашылығы өте бар. Келесі қолданысына тоқталатын болсақ, кестемен мен жинақтап қойдым барлық ақпаратты. Кеттік. Мысалы, бізде натрий OH, оның тарихи атауы бізде күйдіргіш натр немесе каустикалық сода болар. Осыған мән бересіздер. Каустикалық сода деген бізде натрий OH-тың атауы. Бұл бізде қайда қолданады? Әрине, қатты сабын жасау үшін қолданады. Сонымен қатар мұнайды тазарту, тоқыма өнеркәсібі, тазартқыш зат ретінде айттық қой. Не деп? Крот деп. Соған байланысты айтып отыр. Келесі, калий OH бізде, оның екінші атауы бізде күйдіргіш калий, ол сұйық сабын алу үшін қолданылады. Сонымен қатар аккумуляторда электролит ретінде қолданылады екен. Келесі бізде кальций OH2, ол бізде сөндірілген әк немесе әк сүті деп айтылады. Ол құрылыс материалы ретінде қолданады. Үйді ақтау үшін, әктеу үшін, побелка жасау үшін. Сонымен қатар өсімдіктер зиянкестеріне қарсы бордо қоспасын жасауда қолданады. Яғни ол деген сөз, білесіздер ғой, мектептегі ағаштардың астыңғы жағын ақтеп қояды, себебі зиянкестер түспес үшін. Сонымен қатар қант өндірісінде, сахарозаң өндірісінде бізде әк сүті қолданылады екен, әк суы. Келесі, сонымен қатар газ сіңіргіш ретінде қолданылады, себебі ол көміршыл газын өзіне жақсы сіңіреді екен. Келесі қолданылатын сілтілердің бірі бізде литий OH. Өздеріңіз білетін шығарсыздар, литий OH бізде қайда қолданылады? Литий ионный батарея, білесіздер. Жаңағы литийдан жасалған қазіргі кезде ноутбуктың батареялары барлығы сол литийға негізделген екен. Сондықтан аккумуляторда қолданады. Келесі бізде мыс гидроксиді, яғни купрум OH еселенген кейбір органикалық заттарды анықтауға қолданылған реактив екен. Мысалы үшін бізде естеріңізде бар шығар, альдегидтерді анықтау үшін қолданылады екен. Келесі аммоний гидроксиді өте негіз, өйткені бұл бізде әлсіз. Оның екінші атауы бізде мүсәтір спирті, немесе нашатырдың спирт дейді. Ол бізде ерекшелігі қандай екен бізде? Ол сілтілер сияқты суда ериді, бірақ әлсіз негіз болып табылады. Суда ерігеніне қарамастан. Оның қолданысы бойынша айтатын болсақ, ол тұрмыста тазартқыш ретінде қолданады. Сонымен қатар құрамында азот болғандықтан әрине тың айтқыш ретінде қолданылады екен. Сонымен қатар медицинада нашатырдың спирт ретінде қолданады. Енді балалар естеріңізде сақтаңыздар, егер де қосылыстың құрамында калий, фосфор, азот болатын болса, олар әр қашанда көбінесе тың айтқыш ретінде міндетті түрде қолданады, себебі мына үш элемент өсімдікке қажетті ең басты элементтер болып табылады. Осымен бүгінгі негіздер тақырыбы бойынша бейне сабағымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.